Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойының қарсаңында Калинин жалпы білім беру орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімдерінің ұйымдастырылуымен үлкен жоба қолға алынып отыр. Мұндағы мақсат Абайдың философиясын, сөз өнерін, музыкалық мұрасын насихаттап, өскелең ұрпақты Абай шығармаларымен сусындауға, баулуға шақыру. Осы мақсатта эстафетаны мен қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Нашарова Толқын Жақановна бастаймын. Абайдың қара сөзі, 9-шы қара сөз. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Вә әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлықта бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілісте сырластас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндемін деуге жөнделер, үйренер деген үмітімде жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірінде тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тіріде емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдекімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жауын сөнікте қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлаймын, бұл да жақсы, өлер кезде әттеген ай, сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге. Бұл эстафетаны әріптесім қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Шаматаев Ғалым Болатұлына жолдаймын. Мен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Шаматаев Ғалым Болатович. Абайдың 16-шы қара сөзі. Қазақ құлшылығыма Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерде мал қазабын ба дейтұғын. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен аламын дейді. Оқымадың демесе болды дағы, тілімнің келмегеніне қайтушы ет дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Бұл эстафетаны қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мырзаханова Тоғжан Мержанқызына жолдаймын. Калин жалпы білім беру орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мырзаханова Тоғжан Мержанқызы. Абай Құнанбаевтың 17-ші қара сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі айтысып таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Ей ғылым, білесің ғой, дүниеге еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір болмай, бойды таза ұстайтұғын, күнәкарліктен, көрсеғызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан да құтқаратұғын
Адасқан адамды қайта жолдан қайтаратын да ол менің ісім депті. Осы екеуі маған қалай таласады депті. Кейін ақыл айтыпты, не дүниеге, не ахиретке, не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қашып құтыла алмайды екен депті. Осы екеуі маған қалай таласады? Маған өздері қалай таласады депті. Сонда жүрек айтыпты, мен адамның денесінің патшасымын. Қан менде тарайды, жан менде мекен етеді. Менсіз оларға тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тоңып жатқан киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайын қандай болып жатыр екен деп дөңбеште тұтқында менің ісім депті. Үлкеннен ұят сақтап, кішімге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені сақтай алмайды, қор қылдырады. Мен таза болсам, адамды алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, жамандыққа жиреніп кететұғында мен. Әділет, нысап, ұят, мейірбаншылық, осы нәрсенің барлығы менде мекен етеді. Осылар маған қалай таласады депті. Сонда ғылым үшеуінің сөзін тыңдап болып былай депті. Ей Қайрат, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Бұдан да басқа өнерлеріңнің бары рас. Оған да келісемін. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің де айтқандарыңның бәрі рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтындығы да рас. Жаратқан Тәңіріні сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен қоймай, амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының да, жаманың да сенері сен. Екеуінің де іздегенін тауып бересің. Сол жаман, соның жаман депті. Үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болады. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің саған бағынады. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқанына ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, жігерің де көп. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін бір жүрекке билет деп айтқан айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіден табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік адам сол болар еді. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым депті. Эстафетаны қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қуантай Амангүлге жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Қуантай Амангүл. Абай көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Бар демесін
6-шы А сынып оқушысы Төлтай Фатимаға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің 6-шы А сынып оқушысы Төлтай Фатима. Абай Құнанбайұлы Абдрахманға. Орын сізді айтпаған, түзу жолдан қайтпаған, жақсылық қылар орнында аянып бойын тартпаған, ортасында кәпірдің арамынан тартпаған, өмір бойы талпынып, ғылым іздеп жатпаған, түрленіп төре болдым деп, есерленіп жатпаған. Мен бұл эстафетаны 6-шы А сынып оқушысы Хабибулла Айсанаға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 6-шы А сынып оқушысы Хабибулла Айсана. Абай Құнанбай. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарассыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бір қан, бір май боп пенде күртің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы. Қайдан ғана бұзылды сарша сыртың. Ұқпайсың өз сөзінен басқа сөзді. Аузымен орақ орған өлке күртің. Өзімдікі дей алмай өз малымды. Күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байлауы жоқ. Бір күн түртің етеді, бір күн бұртың. Бас-басына би болған өңке қиқым. Мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын. Өздеріңді түзелер дей алмаймын. Өз қолынан кеткен соң енді өз ұрқың. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртын. Онында алған жоқ па Құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ. Сапырылды байлығын баққан жылқын. Осы эстафетаны 8-шы А сынып оқушысы Марат Алтынайға жолдаймын. 8-шы А сынып оқушысы Марат Алтынай. Абай Құнанбаев. Ғылым таппай, мақтанба. Ғылым таппай, мақтанба. Орын таппай, баптанба. Құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тіреуің өмірің алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асылыз күңсеңіз, жамандық көрсен нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсен ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл менен жеңсеңіз, надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсең де, көп орында көрін айтпа, біздің сөзге есеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешенді өткен не бұлбұл, көсемді өткен не ділділ. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап құлақ қыл. Ақымақ көп ақылдас, деме көптің сөзі бұл. Жақының сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, мұндай түпсіз сөз келме. Сізге айтамын, қаупың бұл, өзің үшін үйренсен, жамандықтан жиренсен. Ашыларсың жылма-жыл, біреу білмес, сен білсен. Білгеніңнің бәр тұл, сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз салма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген құл, ғұлама Хидауани, солай депті ол шыншыл. Сөзін оқып жән ойла, тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл күл. Мен бұл эстафетаны әрі қарай Серікбаева Есенбикенің жалғастырғанын қалаймын. 8-ші А сынып оқушысы Серікбаева Есенбике. Абай Құнанбайұлы. Әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеде,
кетігін тап та бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көріп басырып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Адасқан күшік секілді, ұлып жұртқа қайтқан ой. Өкінді, жолың бекінді, әуре болма, оны қой. Ермен шықты ит қылып, бейдай шашқан егінге. Жай жүргенде өрт қылып, тыныш өлсеңші тегінде. Бұл эстафетаны 8-ші А сынып оқушысы Нурдитина Мадинаның жалғастырғанын қалаймын. 8-ші А сынып оқушысы Нурдитина Мадина, 31-ші қара сөз. Естілген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, көңілге қондыру керек. Төртінші, ой кеселдеріне салынбау керек. Егер ой кеселдері кезігіп қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыздық, күлкіншілдік, я бір нәрсеге қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Келесі эстафетаны 8-ші А сынып оқушысы Болғанбек Әселдің жалғастырғанын қалаймын. 8-ші А сынып оқушысы Болғанбек Әсел. Абайдың қара сөздері 7-ші сөз. Жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Біреуі білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деп көзі көрген, құлақ естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса, денелеп білмесе адамдықтың орны болмайды. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деп тұратын адамның баласы екенбіз. Бұл эстафеттаны мен Коман Каринаға жолдаймын. 8-ші А сынып Коман Карина, Абай Құнанбаев. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, ойландаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойды телміріп соңына ермей. Дүниеге дос, ақиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орынға алмас. Дүниеге ынтық мақшарға амалсыздан, иманы түгел деуге аузым бармас. 7-ші А сынып оқушысы Мәдина Сасқан. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішінде қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанда қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағын қуған бойың етпе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңға келме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сынан тапқан шын асыл таста көрме. Мен осы эстафетаны 7-ші А сынып оқушысы Мәтей Сағынышқа жолдаймын. 7-ші А сынып оқушысы Мәтей Сағыныш. Абай Құнанбайұлы, мен жазбаймын өлеңді ермек
бермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барда ертегіні тілмек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талап тұғар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзеукер қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей, шу дегенде құлағың тусаң сүйді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқан дұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз. Кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Мен бұл эстафетаны 9-шы А сынып оқушысы Рымбай Аянаға жолдаймын. 9-шы сынып оқушысы Рымбай Аяна. Абай Құнанбаев: жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді терс көрмедім. Бұл эстафетамды Сауытхан Фаридаға жолдаймын. Мен 9-шы А сынып оқушысы Сауытхан Фарида. Абай Құнанбайұлы: әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқан кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең басырып, мақтанды істеп қайғалма, мінінді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзінде бармен көзгеріп, артылам деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес талаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Мен бұл эстафетамды 11-шы Б сынып оқушысы Таукенов Арманға жолдаймын. Мен 11-шы Б сынып оқушысымын. Таукенов Арман. Абай Құнанбайұлы 4-ші қара сөзді оқимын. Әрбір байқаған кісі білсе керек. Күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафу көп өтетұғынында, әрбір масын сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бой болғанда үнемі күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят кейлерлі кістен құр ғафу көп өткізіп отырса керек. Осында ғафуды көп өткізіп отырған елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың басы кеніш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығына, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орындық әрекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орында әрекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орындық әрекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалсақ, бұл өзі де бір антұрғандық, және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғанынан күл. Ыза күлкі өзі де қайғы. Онда күлкіге өзінде үнемі салынбасын, және әрбір жақсы
адамның жақсылық тапқанына рақаттанып күлсең, оның жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар-ау. Құдай жаратқан орны менен іштен, көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сырты менен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемшілік көсін күлетін бояма күлкі. Адам баласынан жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рақатын қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірін мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Құлық салмақ, көз сүзіп, тіленіп, адам салмақ, өнерсіз сеттің ісі, әуелі Құдайға сиынып, екінші өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сал, еңбек қылсан, қара жер де береді, құр тастамайды. Бұл эстафетаны 10-шы Б сынып оқушысы Төлтай Заринаға жолдаймын. 10-шы сынып оқушысы Төлтаева Зарина, Абай Құнанбаев 8 аяқ. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей салалмаз, білгенге маржан, білмеске азан, надандар пақыра алалмаз. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ойғалақ. 7-ші сынып оқушысы Сари Карина. Абай Құнанбаев. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілдеп. Қалың ағаш жапырағы, сыбырласып үзді-үзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Мен 6-шы А сынып оқушысы Амангелдиева Аружан. Абай Құнанбайұлы. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты үнкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойландаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екен біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын. Дүниеге дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей боп орныға алмас. Дүниеге ыстық мықшақарға амалсыздың, иманын түгел деуге аузын бармас. Бұл эстафетаны 6-шы А сынып оқушысы Әлкен Айымгүлге жолдаймын. Мен 6-шы А сынып оқушысы Әлкен Айымгүл, Абай Құнанбаев. Алла деген сөз жеңіл. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыр жол емес. Ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа қол емес. Жүректің барша қуаты, өнерге салар бар күшін. Жүректің ақыл сауаты, махаббат қылса тәңір үшін. Ақылға симас ол Алла, тағырыпқа тілім қысқа ақ. Барлығынша шүбәсіз, неге мәжіт ол қуа. Ақыл мен хауас барлығын білмейді неге, жүрек сезәдір. Мұнта кәлен мәнтекен, бекер босқа езәдір. Бұл эстафетаны бастауыш сынып, орыс тілі, тарих, дене шынықтыру, математика, жаратылыстану, әдістемелік бірлестіктеріне жолдаймыз.